Мені бір ойландыратын сұрақ, ол академиялық классикалық музыканттарды көп телевидениеда журналисттер айта бермейді, жетістіктерін көрсете бермейді. Мысалы, спортсмендер туралы олардың жетістіктерін бүкіл Қазақстан біледі, ал біздің мысалы халықаралық байқауларда жүлде алып жатса, ол кішкене көлеңкеде қалып қала береді. Сондықтан да осы подкастты бастайық деп ойладық. Бірінші подкастымыздың қонағымыз ол халықаралық байқаулардың лауреаты, Бельгия, Франция, Италияда жүлде алған, сонымен қатар халықаралық баянистер және аккордеонисттер қауымдастығының мүшесі. Содан кейін Құрманғазы атындағы консерваторияда дәріс беретін мұғалім, Ахмет Жұбанов атындағы мектепте ұлағатты ұстаз. Сонымен қатар ұлт мақтанышы орденінің кавалері Ғалымжан Нарымбетов. Ғалымжан, бұл тізім әлі біткен жоқ. Қалай үлгересіз сосын бәрін? Медальдарды алды ма? Лауреаттарды дайындап, өзіңіз конкурстарға қатысып, сосын сіз GN Septet ансамблін құрдыңыз ғой. Негізі ол қиын зат емес. Ол өз уақытысымен келетін, өз орнына тұратын заттар. Кішкентай кезімізден соған дайындалдық. Шынымды айтсам, мектеп кезінен бірақ түсіндім. Жалпы музыканы, баян аспапты мен негізі жақсы көруім керекпін деген сияқты. Себебі кішкентай кезімде бере салды да кешен. Екеуі музыкант, екеуі де баян аспабында да ойнайды, екеуі де қазіргі таңда мұғалім берді. Мысалы жаңағы Мерей сен айтып отқандай, республикалық дарынды балаларға арналған музыка мектеп интернатында, Ахмет Жұбанов атындағы. Сол мектепке 94-ші жылы түстім да. Бірақ 3 жылдан кейін бірақ түсіндім. Артқа қарасам, не футболист бола алмайым, спортсмен бола алмайым, не басқа маман таңдай алмайым. Түсіндім да, осы әке-шешем музыкант қылды ғой мені деп. Сосын ойладым, бұл менің өмірім болады ғой деп, сол 7-ші классы бірақ түсіндім. Сол 7-ші класстан бастап бір жоспар болды, мақсат болды, мүмкін арман деп айтсақ та болады. Осы аспапты түбіне жеткізу. Яғни жеткізу болғанда, түбіне жету қиын ғой бұл әлемде, менің ойымша. Совершенстве нет предела дейді ғой. Нет предела. Сол сияқты енді ең болмаса жақсы көрейін, фанат болайын деп. Басында енді ұнатпадым деп айтпаймын, бірақ енді жай болады ғой, нейтральный. Дайындалу керек болды, дайындалдым. Азаннан кешке дейін дайындалуға тырыстым. Сосын студент кезімде бастап көптеген конкурстарға қатыстым. Бірақ мектеп, мысалы Ахмет Жұбанов атындағы мектепте оқыдың ғой. Мектеп сондай условие, қандай условие болды сол мектепте? Конкурсқа қаражат бөлінді ма деген сияқты. Ол заманда, ол 90-шы жылдары ғой, Енді 94-ші жылдан бастап 2000-ші жылға дейін енді сүйегіміз қатаяды ғой, қатаятын кез ғой, яғни кішкентай кезімізден кішігірім концерттерге қатысамыз. Условиялар жақсы. Яғни енді мамандырылған мектеп болғанмен азанда дайындыққа кетеміз. Күні бойы дайындықтан жүреміз ғой. Сондықтан да бұл аспап күні бойы, күні түні қасымызда болатын. Сондықтан да менге жақсы дәрежеге де меңгеруге де болады мектеп бітіргенде. Ол адамға да байланысты, жалпы енді мектептің өзінің де сұранысы да бар ғой. Қаражат жағынан мен шынымды айтсам ол оңай емес. Мен үшін шынымды айтсам ешкім өзім қаражатын өзім тауып жүрдім, әке-шешем бір кезде төледі. Өзім студент кезімде кредит бере бастаған кезде банктар кредит алып билет сатып аламын да, сол бір конкурсқа барып келем студент кезімде есімде. Сосын жаңағы жүретін енді қызым бар, қазіргі таңда менің 3 баламның мамасы болып келеді. Сол кезде айтады, 2 айдан кейін тағы да байқауға барам ғой. 3 ай сайын байқауға барып жүрдім. 3 ай сайын мен кредит алып жүрдім. Енді жабуға да тырысам. Бір байқаулардан ұтылатын кездер де болады, ұтатын кездер де болады. Ұтқан кезде бір кішігірім гонорарымызды аламыз. Сол кезде сол гонорарды кредитімізді жабамыз. Мысалы қарыздарымызды жабамыз. Жапқан кезде келесі байқауға міндетті түрде ақша таба алмай жатқан жағдайда кредит аламыз. Көп достарым маған күледі ғой. Сен банкқа бармай, сен енді консультация ала салуға болады ғой деп. Сен
кредит алудан мастерсің деп. Енді әрине ол да көмегі болды. Мүмкін ол кредиттің де плюсы да болған шығар. Қиналмай, ешкімнен қарызданбай, ешкімнен сұрамай барып ала салып. Міне, құдайға шүкір, жер көрдік, ел көрдік. Мысалға, сол қаражаттың арқасында дейік, мысалы, құдайға шүкір. Спасибо банкам Казахстана. Енді әр нәрсенің өзінің жақсы жағы да бар, мысалы деп айтамын да. Басқа жағы да бар. Өзім негізі оптимистпін. Жаман жақты ешқашан айтпауға тырысамын. Просто вот затронули такую тему, о том, что музыканттарда онша көп ақша болмайды, сол музыканттардың өздері өз-өзіне сеніп, өз-өздерін ақша тауып, фестивальдарға, конкурстарға бару үшін өздері бәрін іздейді дегендей, спонсорларды іздейді. Сондай тема. Ол да қазіргі уақытта. Иә, қазіргі уақытта да ол өзекті мәселе ғой. Өйткені музыканттарға өсу үшін, ол тек қана музыканттарға емес, иә, спортсмендерге де, барлық режиссерларға да, барлық мамандықтарға өсу үшін осындай байқауларға қатысу керек, шыңдалу керек. Сонда ғана сен өсесің, сонда ғана сен дамисың. Жер көріп, ел көріп, басқа музыканттармен қалай ойнайтынын көріп, иә, алға деген дамуға деген ұмтылыс содан пайда болады деп ойлаймын. Ана бір жылдары біздің президент Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев айтып еді ғой, мәдениет саласын қолдаңдар жаңағы спонсорларға. Яғни спонсорларға болғанда жаңағы көптеген қаражаттармен дос болып жүрген кісілерге деген сияқты, құлақтарына сырға ілген сияқты болды ғой. Мәдениет саласында жүрген адамдар, актерлар болсын, музыкалық саласында болсын, сол кісілерді, сол адамдарды қолдаңдар деп. Ол да керемет. Бірақ музыканттардың арасында конкуренция деген көп болып кеткен сияқты, ойламайсыз ба? Енді заман өзгеріп жатыр, көптеген балалар өсіп келе жатыр. Яғни қазір мына гаджеттер, мына андроидтар көбейіп кетті ғой, мысалға, иә. Барып көру ғана емес, қазір ғана жай ғана видеоны қоса салып, не осы әлемде осындай музыканттар бар екен ғой деп сол кезде көре салады да, тез дамуға мүмкіншіліктері көп. Өзіңнің талантыңды да тезірек көрсетуге мүмкіндіктер бар, иә, қазір. Иә, TikTok арқылы. Бірақ барып өз көзімен көргенге бәрібір де жетпейді ол. Бәрібір де жетпейді. Мына қазіргі гаджет, мен мысалы өзім мұғаліммін ғой, мектепте, консерваторияда мысалы, направлениеде, екі бағытта. Кішкентай балаларды мен бірден байқаймын. Өте талантты балалар, мысалға, екі рет қана айта салып былай істе деген кезде, екінші рет істейтін нәрсені олар 8-ші рет айтқанда, 10-ші рет айтқан кезде істейді. Неге? Себебі олар телефонды қарайды. Көптеген керек зат болсын, керек емес зат болсын, ми анаған үйренеді да. Жаңағы барлығы дайын нәрсе. Ал практикаға келген кезде ол жасау қиын болып тұрады. Ал біз оқыған кезде гаджет, телефон ештеме болмады ғой. Қайдан қараймыз? Ол тек қана мұғалімнің аузына қарап отыратын едік. Ол айтады, біз түсінуге тырысамыз. Түсінбей жатқан жағдайда ол аспапта ойнап көрсеткен кезде біз түсінеміз. Біздің аспабымызда өзі де ойнап көрген кезде біз көзіміз шақырып, мен де осылай ойнағым келеді деген сондай сезім пайда болады. Көп балаларды байқаймын, телефон қарап жатады, мына жақта ата-аналар шақырып жатады, тамаққа кел дейді мысалға, иә. Жарайды дейді, отыра береді. Өзінің атын айтсаң да, кейде былай шақырсаң атын айтып, қарамайды ғой. Қазір не жеймін, қарны ашты ма, білмей отырады. Немесе тамақ ішіп отқан кезде көп ата-аналар байқаймын, балаларына телефонға мультфильм қосып береді. Бала қарап жатады, не жегенін, не ішкенін білмей қалады. Адам деген сезіну керек. Не шайнап жатыр, не жұтып жатқанын ішке барғанда. Мен просто ойымша, қазіргі балалар, олар бізге қарағанда, олар даже талантливее, чем мы, мне кажется. Потому что у них сейчас больше возможностей, больше дверей открыто для них. Талантливее, могу согласиться, может и нет. Почему? Потому что в этой, скажем, в мире, в принципе, мы все талантливые. Но просто время такое. Сейчас у нас айтишников много. То есть компьютер управляет уже почти, что можно сказать. Музыка саласында, например. Просто мен өзімнің балаларымды қарап жатырмын, и
например, Байситов мектебіне барсам, мен өзім Байситовпын ғой, қазіргі 12-ші 11-ші класстағы балдар, олар уже симфонияларды жазып жүр, олар уже симфонический аранжировкаларды жазып жүр. Өткен жылы бір концерт болған сол Байситов мектебінде, 11-ші 12-ші класстың балдары өздерінің шығармаларын симфонический оркестрмен ойнап жатыр. Ол менің уақытымда, біз просто 11-ші 12-ші класста жүргенде кішкентай бала сияқты болып жүргенбіз ғой. Ал қазіргі, например, 12-ші класстың баласы уже музкафеде джазовый импровизацияны ойнап жүр. Мектеп кезінен бастап. Мектеп кезінен импровизация меңгеріп алған дейді. Енді айтып тұрмын ғой, сол интернет, оның да плюстары бар. Мынандай да бар, әр кезеңде мынандай бір тұлғалар өмірге келеді. Иә, дұрыс айтасың. Мысалға 16-17 ғасырдағы, 18 ғасырда мысалы Иоганн Себастьян Бах деке, классика жағынан мысалы Гайден, жалпы Моцарт, Бетховен, Шуберт, Шостакович, көп деген адамдар өзінің аттарын қалай өмір бақи мысалы, иә, мәңгі етті. Шығармаларда ешқашан ескермейді. Қазіргі халықаралық, жалпы республикалық байқауларда міндетті түрде Иоганн Себастьян Бахты орындау керек. Сондықтан да соны айтып жатқаным, қазіргі балалар талантты бұрынғы адамнан қарағанда деп сәл енді 50-50 келісе аламын сізбен. Толық 100% келісе алмайтын шығармын деген ойым ғой. Бағанағы тақырыпқа кішкене оралғым келіп тұр да. Музыка, иә, осындай балалар қазір қалай айтушы еді, цифровой аутизм дейді ғой. Сондаймен ауырып сөйтіп жатыр ғой қазіргі таңда. Ал музыка сондай балаларға көмектесе ала ма, және музыка адамға өзінің дамуына қандай бір әсер береді? Өйткені музыканттар әрқашанда басқаша сияқты, олардың Черниговский айтады, оң сол, мидың сол жағын дамытып, адамның қабілеттері ұлғаяды деген сияқты. Не үшін балалар музыкант болмаса да, музыканы оқу керек па? Ол оқу міндетті емес, бірақ өз ішінде оқып көруге де болады. Мысалға, қазір Инстаграмда көптеген психологтар бар, музыкалық зерттеушілер бар. Мысалы, Ресейдегі Казиник, мысалы, көптеген нәрсені анализировать етеді, шығармаларды алады да, мына шығарма мынау үшін жазылған, былай жазылған деп көптеген жаңағы анализ жасайды. Сол кезде бір сөзінде айтады, кішкентай балаларды кішкентай кезінде міндетті түрде музыкаға беріңіздер, ең болмаса 3-4 жыл болсын. Немесе бермесеңіздер, жай ғана Моцарттың, Бахтың шығармаларын қосып қойыңыздар дейді мысалы. Ол басқа музыкаларды қоспаңыздар, тыңдаттырмаңыздар деген әңгіме емес. Жалпы классиканы жай ғана радиодан немесе біздің телефонымызда қазір көптеген колонкалар бар ғой, Bluetooth-пен қосып қойып. Тамақ ішіп жатқанда алыстан немесе ойнап жүрген кезде сол музыканы қосып қойсаңыздар, расында да әсері бар. Себебі мен шынымды айтсам өзім кішігірім зерттеп көрдім. Менде 3 балам ғой, енді 2-ші балам мен 3-ші баламды зерттеп көрдім. Себебі ол кезде неге 2-ші мен 3-ші бала, өткен 1-ші баламда әлі жас мұғалім болып жүрдім, жас әке болып жүрдім, онша әлі сезім жоқ мысалы. Ал 2-ші мен 3-ші нағыз мысалы 3-ші балада қосып көрген Моцарттың бір шығармаларын қосып көрген кезде бірден ана баланың жүріс қимылы, әңгімесі, мына мимикалары сәл өзгере бастады. Ол бір қосқанда, ойлаңызшы, бір қосқанда. Ойлаңызшы, күнде қосып жүрсек, енді әрине біз енді музыкантпыз ғой, мен келіншегім де музыкантпын, ол мен күнде үйде дайындаламын, келіншегім ойнайды, олар концертке барады, көреді. Әрине оның бәрібір де кішігірім болса да, интеллекті, мәдениеті ішіне кіріп жатыр ғой музыка арқылы. Бірақ соны тыңдаған өзінде де олар бірден кішкене өзгереді. Әсері бар. Сәл мына миға, ішкі мына жүрекке, мәдениет жағынан кішкене өзгереді. Бәрі де тәрбие жағынан. Біздің досымыз бар ғой, Адилжан, менің ағам. Адилжан, по-моему, соның әйелінің инстаграмында оқығанмын. Как сказал великий Адилжан Толықбаев, если у вас нет времени заниматься своим ребенком, отдайте его в музыкальную школу, пусть этим воспитанием занимается Бетховен и Моцарт. Да. Дұрыс, я сол кісілердің жаңағы Бетховен, Бахтардың шығармаларын ойнап өсетті. Иә. Дұрыс айтылған сөз. Бірақ негізі, просто мен әкем ол да баянист қой, мен өзім баянисттердің қасында болғанда мен фанат болып кетемін, потому что
баянистер ол маған вообще қалай деп айтамын, не сияқты, Жақын көріне жоқ, инопланетяне сияқты, потому что олардың қабілеттері вообще нереальные просто. О, Да. рахмет. Спасибо за комплимент. Иә. Өйткені аспаптың өзі бір сондай әмбебап аспап сияқты да. Фридрих Липс те айтқан екен ғой, баян музыканттың қолында бір оркестр сияқты естіледі. Сондай сөздері бар екен. Сіз негізінде Фридрих Липсті танисыз ғой? Әрине, жақында ғана, мына 2024 жылы 12 желтоқсанда жалпы баян и баянисты деген өте халықаралық онлайн қарадым. халықаралық бүкіл әлем бойынша фестиваль байқау болады. Ол өте танымал, өте оңай емес, ең қиын байқаулардың бірі. Сол Фридрих Робертович Липстің фонды спонсировать етеді, қаржылай көмектеседі. Жалпы Фридрих Липс жасайтын не ғой, байқау ғой. Сонда бір күні ашылуына 2 бөлімнен тұратын концертті қазақстандықтан жасады. Мысалға, Қазақстаннан 4-еуміз бардық, яғни Алматыдан мен бардым, Ғалымжан Нарымбетов, Астана қаласынан Самғар Толқынхан, ол өзі сол Фридрих Липсте оқыды, Ресейде Басит мектебін бітірген, Ресейдегі Несин атындағы академия музыкасында оқыған, сол Фридрих Липсте. Және де жоқ, студент бала бар, өте талантты, өте керемет, Дамир Сұлтанов профессорында оқиды Астанада, сабақ береді, жаңағы Дамир Рафхатұлы Сұлтанов. Сол кісіде оқитын студенті бар, Руслан Галкеев деген. 3-еуміз жалпы Қазақстаннан бардық, ал 4-шісі Нұрлан Олжас. Нұрланов Олжас. Ол бүкіл әлем кубогының чемпионы. Ол біздің мақтанышымыз. Мақтанышымыз, өте біз мақтанамыз, өйткені баянистерден ішінен бұрында Германия мемлекетіндегі Кленгельтал қаласында біздің профессорымыз Анатолий Гайсин кезінде орын алған, өзінің атын шығарған, адай күйін сол кезде өзінің өңдеген күйін орындаған. Содан кейін былай қарасаңыздар, Нұрлан Олжас чемпион мира болып тұрған, ол Қазақстан үшін өте үлкен мәртебе. Сондықтан сол жаңағы байқауға бізді шақырады. Сол кезде біз ойнадық. Сондықтан да Фридрих Робертович Липс, кішкентай кезімізде бізде үйде пластинкаларымыз бар. Әке-шешеміз музыкант қой енді. Менде де сол пластинкалар болған. Тек қана сол Липсті ғана танымай, негізі сенің де папаңды танимыз. Сәбен ағайды өте сыйлаймыз, өте танымал адам Қазақстанда. Керемет, ол кісі де мені жақсы көріп қарайды, мен де ол кісіні өте сыйлап, жақсы көріп тұрам. Керемет әңгімесіміз өте жарасады. Мамаңды да танимын, фортепиано. Бәріміз бір-бірімізді танимыз ғой, негізі мамаларымыз. Мерейдің де мамасын танимын, кішкентай кезімізден бізді бүйтіп қолымыздан ұстап тұрып тәрбие берген біз үшін апайлар, сендер үшін енді аналар. Музыканттардың балаларымыз ғой біз. Бірақ осы фестивальға если возвращаться, Липс айтқандай, казахский народный инструмент баян. Оның негізі, енді ол білетін еді, негізі Қазақстанның мектебі жақсы дәрежеде екен. Бірақ мына жерде енді жұрттың алдында сөйтіп айтқанға біз үшін үлкен мәртебе болды сахнада тұрып. Енді Қазақстан фольклорлық аспап деп, баян аспабы. Қазақстанда баян аспап, фольклорлық өздерінің аспаптары деп, енді комплимент ретінде енді айтқан ғой. Енді біз білеміз, Қазақстанда керемет орындаушылар, мұғалімдер бар екен деп, ол да сондықта сызып айтып жүрді да енді. Өте керемет. Қандай жақсы сөздер айтты, және баян деген сөздің өзі қазақша баяндау деген мағынаны білдіретін сияқты. Енді маған балаларым, жігіттер, коллегаларым барлығы туған күн болғанда, немесе біресе құттықтаған кезде, Ғалымжан, туған күнің құтты болсын, өмірің баянды болсын деп күледі ғой, ол мен айтамын, рахмет, это самое лучшее пожелание моей жизни деймін ғой. Сондықтан да жаңағы байқауда Фридрих Липс өзі жаңағы бағдарламаны өзі жасады. Біз ол жерде таза Қазақстанның шығармаларын, өңделген шығармаларын орындадық. Еще в обработке с народным оркестром русских народных инструментов. Зыкин атындағы өте танымал, өте керемет дәрежедегі, өте жоғары дәрежедегі орыс халық оркестрі, аспаптар оркестрімен бірге ойнадық. Ол жерде мен ең қызығы
Атамекен әні бар ғой иә бізде. Тұяқбаев жазған. Иә, Роза Рымбаева айтқан. Соны баян аспабына симфониялар оркестрмен жасаған өте талантты, өте жас және ең аспансы мен айтайыншы. Мен айтайыншы. Өте талантты, өте ең біріншіден адамгершілігі мол, иә. Андай өзінше болып қалған адамдардың бірі емес. Керемет, өзінің орнын біледі. Сол маған арнап, жаңағы партитурада посвящается Ғалымжан Нарымбетова деп жазған. Соңында бет мақтанып айтпайын, Данияр Бержапрақов деген өзі әрі композитор, өзі керемет обработка, переложениелер жасайды, керемет. Жалпы бар жағынан керемет. Адам жағынан да болсын, музыкант жағынан болсын. Керемет. Мен мысалы анау кезде қараша айында 24-ші жылда, 23-ші қарашаның 23-інде, 24-ші жылдың Париж қаласында, яғни Франция мемлекетінде ең керемет залдардың бірінде концерт қойғам. Зал Гаво залында. Акустикасы керемет. Сол кезде мен Атамекенді міндетті түрде сонымен жабам деген арманым болды. Мен айтам, Данияр, өтініш, менің ансамбліме, жаңа бағана басында айтып кеткендей, джен ансамблім бар. Жаңағы скрипка, альт, виолончель, рояль, баян, ішінде сасырнайымыз бар, домбырамыз бар, міндетті түрде әншілеріміз де бар. Сол составқа міндетті түрде маған жаңағы Атамекенді түсіріп берші менің ансамбліме деген. Без проблем, Ғалымжан, без проблем деді ғой. 2-3 күнде тез жасап берді да, 2-3 күнде біз алдық та ойнап кеттік. Соны Франция мемлекетінде ойнаған кезде Біз де Даниярға алғыс білдіреміз. Иә, Данияр, спасибо тебе. Иә. Much love. Үлкен рахмет. Француздар айтқандай merci beaucoup. Олар айтты ғой, жаңағы Францияда тұратын, Парижде тұратын қазақтарымыз, басқа қалада да тұратын қазақтарымыз келді осы сол үшін. Айтады, Атамекенді тыңдаған кезде көзімізден жас кетті. Өте қиын болды өзіміздің сезімімізді ұстау деп. Сол кезде мен таңғалдым да, сол кезде мен көзім жетті. Негізі ең бірінші рет мен ол Атамекенді орындағаным жаңағы Жания Аубакирова жасаған проекті бар, Самғау атты. Симфониялық оркестрмен, ішінде ритм группасы бар, хор бар. Хормен бүкіл глобалдық түрде жасалған. Оны мен сосын видеомен көргеннен кейін, ойнап болғаннан кейін, сол кезде көріп, мынау Атамекен кәдімгідей күрделі шығарма екен ғой деп. Еще сондай кішкене танго ретінде нелері, стилі танго сондай. Иә, мен сіздерге баянға келетін немен. Тағы да айтып қоятыным, ол Атамекеннен басқа жалпы Нұриса Тілендиевтің Куә бол әні, сол әніне в стиле танго. Танго стилінде бізге жасаған. Негізі мен Данияр жасады ма? Данияр жасады менің ансамбліме. Сосын тағы да бір-екі ән бар. Мен бірақ оны айтқым келмейді, себебі оны концертте орындаған кезде мен презентация болады. Маған бір ой келіп тұр, келесі подкастқа Даниярды шақырсақ деген. Без проблем, мне кажется. Очень отзывчивые люди, то есть жаңағы Данияр сияқты. Очень доброжелательные, очень хотят, анандай емес та, эта обработка стоит, например, определенную суммасын айтады да, мысалы. Мен ойлап қоямын. Мейлі енді ақшасын төлеп беру, жарайды төлеп береміз ғой, бірақ уже отталкивать етіп тұрады да, мысалы ондай фразалар ше. Бұйырса, уақытысы келеді, енді мысалға көптеген сахнада шығып ертең байып жатқан жағдайда міндетті түрде Данияр, міне менің рахметім деп, мысалы бір пәтер беріп тұрсам, иә, хаус мысалы да, неше түрлі жер үй, мүмкін көлігін беріп тұрсақ, аяйман. Ден лайық қой соған. Өйткені өзің адамгершілігімен ана идея үшін тегінде жұмыс істеуге дайын болып тұр ғой. Негізі барлығы енді бірінші айтады ғой, енді Алланың арқасы, екінші барлығы бір-бірлеріміздің арқамызда бір-бірімізді мысалы жұлдыз қыламыз. Иә, мысалы Мереймен мысалы әйгерім қазір сұрақтар қойып жатсыңдар, мен айтқым келген нәрселерімді айтып аламын да, мысалы танымал болып кетуі мүмкін, иә, кім біледі енді ертең. Негізі мен уже айтқан, мен Ғалымжанның фанатымын. Мен де фанатымын. Иә, сол қазір мини-фан встреча сияқты. Сол композиторлердің, обработка жасайтын адамдардың арқасында біз бір-бірлерімізді танымал қыламыз. Біз олардың шығармаларын ойнаймыз. Мына кімнің шығармасы, мысалы жақсы орындап берсек,
мынау Данияр Бержапырақтың өңдеген шығармасы ғой, мына соның шығармасы ғой деп мысалы. Ал бізге оған айтады, сенің шығармаңды мынандай ансамбль орындапты ғой, джен ансамблі орындапты ғой, керемет, ана жерде андай скрипкач бар ғой, мынандай пианист бар ғой, мынандай баяншы бар ғой деген сияқты. Вот. Сонымен қатар мен тағы да айта кететін, өзім кішкентай кезімнен өскен бір досым бар, композитор, өзі әрі пианист, өзі композитор, өзі әрі дирижер, қазір симфониялық оркестрінің дирижері Астана қаласында филармонияда Арман Жайым деген өте аз танымал емес, яғни танымал. Енді біз білеміз ғой. Иә, біз енді білеміз. Оның әкесі де өте танымал кісі, дирижер, композитор, домбырашы, өте Қазақстан еңбек сіңірген әртісі. Сол кішкентай кезімізден досым қасында жүріп, мен көріп жүрген кезімде Арман, ансамбль жасайықшы. Арман, сол арманым болған. Мектепте жасағанбыз біз. Есіңде ме, бізде осенний бал болатын еді, сосын жаңағы қыста болатын бал маскарад бар. Көптеген осындай мероприятияларда біз кішігірім ансамбль құрып сахнаға шығатын едік. Ол арман күнде жаңа Puff Daddy, неше түрлі 50 Cent деген солардың бұрынғы рэперлер болды біздің кезіміздегі. Boyz II Men, Backstreet Boys деген біздің бұрынғы өзіміздің ностальгия. Сол группалардың әндерін нотаға түсіріп, біз аспаптармен орындайтын кездеріміз болған. Қазір жасап па? Иә, қазір енді жаңағы айтайын дегенім, джен ансамблім бар. Сол ансамблім струны шекті аспаптардан құрылған, өзі арасында рояль бар, баян бар, және солист ретінде домбырашы мен Састырнайды міндетті түрде қостым, себебі шетелге барғанда біз Қазақстаннан келдік, Қазақстанның аспаптарын көрсетеміз деген, енді көрсету керек қой енді. Сол кезде Састырнай аспабында, Састырнай аспап деген міндет кішкентай ғана из глины сделано, то есть балшықтан деп айтамыз ғой енді, иә. Сол кішкентай ғана өзі бір ары кетсе бір 4-5 тесігі бар, өзі бір-ақ октава, лядан ля. Сол кішігірім аспапқа мен Арманға айттым, Арман, тез арада маған Састырнайға арналған шығарма керек. Осы ансамбльге арнап жазшы. Бірақ ол, білесіз, не себеп болды? Келіншегім ойнайды Састырнайда, жаңағы ансамблінде солист келіншегім. Бірақ мен оны әйелім ретінде емес, ал нағыз профессионалдық музыкант ретінде алып жүрмін негізі. Жұрттар ойлады ғой енді, әйелі болғандықтан алып жүріп, бірге қосып жүрді. По блату деп па? Иә. Бұл жерде ешқандай блат жоқ, ешқандай коррупция жоқ. Жаңағы ансамбльге жазылған шығарма, қазір Арман Жайым сонда айтып бітіріп, ойымды келіп бітіре салайын дедім ғой. Себеп болған, жаңағы Эльмира магистратурадан бітіріп жатқан кезде күрделі бір шығарма керек болды. Енді кішкентай ғана аспап, олар флейтаның шығармаларын, әрине Састырнайға арналған шығармалар да бар, Әсет Бейсеевтің, Ермұрат Үсеновтің Састырнайға арналған шығармалар да бар. Және мына жерде Арманға звондап, тез арада магистратура бітірейін деп жатыр. Күрделі бір зат керек, достойный. Соған магистратура бітіргенге лайықты шығарма керек дегенде 3-4 күнде концерт жазып берді Састырнайға, яғни 3 аспапқа. Концерттің бір шығарманың ішінде 7 минуттық, 6 минуттық концерттің ішінде кішігірім санаттың форма. Соның ішінде стандарттық Састырнайды көрсетеді, және уілдек деген ол бас Састырнай болып келеді. Яғни жаңағы октавада лядан ля, одан төмен бір тағы да октава төмен. Өзі дауысы да өзі керемет деп. Және пикала Састырнай. Ол октава тағы да жоғары. Яғни 3 октава. Арман Жайымов сол Састырнайға арнап, енді камералық оркестрге арнап дей берейік, енді біздің составқа да оны оркестрмен де орындауға болады, камералық оркестр. Жаңағы шекті аспаптарға арналған. Сонымен бірге қосылып концерт болады, сонымен магистратураны бітіреді. Және ішіндегі мұғалімдер сұрақ қойған кезде, жаңағы Эльмира диссертациясын қорғап жатқан кезде айтады ғой, не үшін сіздерге бұндай кішкентай аспапқа сіздерге концерт? Енді магистратура дәреже өте жоғары дәрежеде болу керек. Диссертация жазып жатыр көбісі. Соған лайықты болу үшін концерт заказ бердік деп сондай жауап берді да. Сондықтан да магистратураға түскен Састырнайшылар қазір лайықты қылып керемет шығармалармен бітіре алады. Соның ішінде жаңағы Састырнайға арналған концерт Арман Жайымовтың.
Бул да үлкен жаңалык. Бул да үлкен жаңалык, жаңалык. потому что біз обычно Сасырнайда мектепте де, консерваторияда біздің уақытымызда Сасырнай ол дополнительный инструмент болып келетін ғой, иә. Ол Факультатив факультатив, ретінде. иә, факультатив болады. Қазір консерваторияда мамандық ретінде Енді бар. мамандық ретінде. Яғни тек қана бакалавриат қана емес, магистратура да бар. Солысы жақсы. Кішкентай ғана аспап, бірақ дегенмен оның тарихы аз емес, кішкентай емес. Көбісі айтады ғой, вот мемлекет бізге бүйтпеді. Мемлекет ананы бермеді, мынаны бермеді. Білмеймін, енді ол дұрыс емес шығар деп Мындай ойлаймын. ренішің жоқ қой мемлекетке. Мен ешкімге ренжімеймін. Жалпы ренжімеуді үйрендім мен. Ешкімге ренжімеуді үйрендім. Ең жақсы нәрсе екен сол, түсіндім. Ол 3-4 жылдай болып қалды. Қазір енді я закрепляюсь. Почти закрепился, можно сказать. Өйткені ренжімесек ауырмаймыз да. Ешкіммен жарысып, біреуге андай дәлелдеп, ондай емес. Мен жақсы көретін жұмысымды жасап жатырмын қазір. Қазір мен мысалы мына баян аспапты ештемеге ауыстыра алмаймын. Үйде андасында жаңағы Эльмира келіншегім ревновать етеді ғой андасында. Ой, опять баян. Өзі музыкант бірақ, иә, өзі түсінеді. Мысалы, ойлаңызшы, музыкант емес адамдар сәл басқаша қарайды ғой. Ой, қайтып баян ба? Бұрында ол неге ондай сұрақтар болды? Өйткені мен бүкіл қаражат, тапқан қаражаттың бәрін аспапқа саламын да. Жаңа аспап сатып алып отырсам, ескісін сатып жіберемін де үстіне ақша қосып, жаңасын аламын, одан да күштірегін аламын ғой. Әрине ол 10 мың евролық бар, 20-лық бар, 50 мың евролық аспаптар бар. Соған жеткім келеді, ол жайда-жай 50 мың евро тұрмайды ғой. Жайда-жай емес ғой, мысалы 300 евромен 50 мың евроның айырмашылығы бар ғой. Бекер емес қой. Сырты бәрі бірдей сияқты. Ойнаған кезде біз ғана сеземіз да оны. Вот сол кезде айтады, ой, мен ойлап едім, бүйтеміз ба, сөйтеміз ба деп. Жаңа пәтер аламыз ба деп па? Иә, негізі әр теледидар интервьюге барған кезде бір қызықты оқиғалар бар. Мысалы, Франция мемлекетінде 2017 жылы гран-примен бірінші орын алған. Яғни классика номинациясынан бірінші орын, варьете номинациясынан гран-при алған. Яғни классика ол өзінің несі бар, бағыты бар. Осындайлай қылып ойнау керек, рамкалар бар. Варьете деген ол жаңағы енді ауыр айтқанда легкая музыка. Хотя ол негізі оңай емес ойнаған. Джаз, импровизация. То есть адамға құлаққа жағымды музыка. Күрделі жаңағы обработка жағында. Сол кезде мен кішігірім аспап заказ бергем 8 ай бұрын, сол байқауға дейін. Ол 4 мың евро тұратын еді сол кезде 2017-те. 4 мың евро деген енді мен үшін де біраз ақша. Ойлаңызшы, мен ақша билетке, сосын жаңағы отельге төлеп жатырмын, өзім тамағым бар, ешкім маған төлеп беріп жатқан жоқ қой. Соған біраз қаражат кетті. Сол кезде мен жаңа мастерге звондадым. Осындай аспап жасай беріңіз. Аккордина деп аталады, өзі мынандай духовой аспап. Үрлеймін. Ютубта, Инстаграмда көрсеңдер, сол аспап жайлы бар, ойнап жүрген де бар. Сол кезде мен айттым мастерге, 8 айдан кейін келем, мен сендердің конкурстарыңа барам, ұтып жатсам бұйырса алам. Отпасынан сонда мен не үшін жасап қоямын дейді. Айтыр бірінші қылып алам, жасай бер дедім да мастерге. Если что, кредит алам. Марсель Дрё. Кредит алудан мастер болдық қой. И сол кезде барып, мен шынымды айтсам, өзім күтпедім. Әрине жақсылап дайындалып бардым. Цель, мақсат, сол аспап болды. Сол кезде айтыр 2 номинациядан қарасам, классика номинациясынан бірінші орын Қазақстан деп ана французша айтып жатыр ғой. Вау дедім. И қолыма конверт береді ішінде, енді сразу сертификатпен конверт береді. Қарасам, айтыр, кішкене сәл сеніміз да, арық емес та конверт. Ал екінші номинациядан қарасам гран-при дейді да. Мен айтам, қаржылай ақша келіп жатыр, 2 конверт дейді. Аш қалған кезде ішінде 5,5 мың евро болды. Бірден 4 мың евроны ойланбай ана кісіге бар апарып бердім. Бірден конвертке салдым, все алам деп. Сосын енді әрине ана кісімен көрдім, сол кісіге рахметімді айтады ғой, енді жумайсың ба дейтіндер бар. Соң келем дегенше қалтамда 300 евро қалды. Негізі 5,5 евроның ішінде. Үйге келген кезде балалардың, туыстарының, жаңағы әйелімнің көзі жарқырап, гонорар деп. Мүмкін мені де емес,
О келді ғой дегенде емес, мүмкін гонорар Гонорар күткен деп шығар, па? енді әзіл ретінде айтып жатырмын, бірақ енді ішінде де болған шығар. О, жақсы, ой, молодец, келуіңмен анау мынау деп шайымыз іштік, анау мынау. Қанша бердің дедім, 5,5 мың. О, 5,5 мың евро, анау. Қара, мен мынандай аспап ал келдім деп. О, жақсы деп, и бір кезде бүйтіп үндемей болды. Гонорардың барлығын осы аспап сатып алдым деген кезде, ана жарқырап тұрған көзі бүйтіп светтер бүйтіп жай бүйтіп сөндіресіз ғой. Тусклый болады ғой. Сондай болды. Мен не болды? Принцесса болар, әйтеуір аспап бар, енді біздің өміріміз ғой деп. Ол ренжіген жоқ. Басында өзі де содан кейін айтады да, 1-2 жылдан кейін, мен басында қатты бір ренжігендей болдым дейді. Бірақ қазір келе келе сол аспаппен талай, жаңа Эльмира айтып жатыр, әйелім. Келе келе осы уақытқа дейін сол аспаппен қанша рет сахнаға шықтым, қанша рет сол аспаптың арқасында көптеген жерлерде мысалы заказдар болды, шақырды, соған арқасында төлеп жатыр, рахметтерін айтып жатыр деген кезде, сол кезде мен түсіндім, жалпы өмірде бірден саған ешкім миллион ақша бермейді, миллиард ақша келмейді. Ол андай жай келе береді, оны біз байқамаймыз, бірақ соны бағалау білу керек негізі. Жақсы вложение болды ғой, иә? Әрине, иә. Жаңағы қазіргі ойнап жүрген аспапқа да өте жақсы вложение болды. Мысалға көбісі таңғалады, ойбай, мынау кәдімгідей пәтердің несі ғой деп. Иә, енді зато мен с удовольствием ойнаймын. Мастеровой ақ баян, я, по-моему, иә? Қазір қандай кәсіби арманыңыз бар осы аспапқа байланысты? Тағы да бір аспап алу ма, немесе тағы бір конкурсқа дайындалу ма, немесе қандай бір сондай бір кәсіби арманың бар? Енді байқауларға мен қазіргі таңда енді кішкене қатыса алмаймын, себебі жаста келіп қалды. Көптеген байқаулардың өзінің шекті нелері бар, ережелері бар. Мысалы 32 жасқа дейін, 35 жасқа дейін, 38 жасқа дейін, біз енді 39-дан асып кеттік. Под 40 дейді ғой. Осы жыл бұйырса юбилейіміз болады, білмеймін енді ол қуанышты нәрсе ма, қуанышты нәрсе емес па. Негізі жас көрінеді. Енді арман көп. Енді қазіргі таңда біз андай дәрежеге кеттік қой, өзіміздің үлгергенше аяққа тұруға тырысып жатырмық. Енді осы уақытқа дейін көптеген өкінетін заттар бар. Енді мен бірақ дегенмен өкінбеймін. Бірақ көп жасалмаған заттар бар. Соны мен қазір жасауға тырысам, бірақ оны кезінде жасап қойған кезде мен қазір осындай болар едім, бұдан да жоғары болар едім деген ой ғой. Сондықтан да өткізген нәрсемді қайтып орнына келтіріп, және де біз анандай дәрежеге кеттім ғой. Балалар келе жатыр, 3 балам бар, қызым бар, 2 ұлым бар. 2 көз қарасымен қарау керек қызға, ұлға да. Үшеуінде де аяққа тұрғызу керек. Енді өзіме емес, енді балаларға көңіл бөлу керек. Оларды аяққа тұрғызу керек. Біздің қазақтың дәстүрі өте керемет қой. Жалпы біздің қазақтың көптеген сөздері, қара сөздері, Абайдың мысалы да. Иә, көптеген сөздері бар, адамды жақсы тәрбиелейді. Жақсы сол сөздерге бүйтіп кірсек, дұрыстап ойлансақ, керемет адам өз-өзін жақсы тәрбиелей алады. Ғалымжан, мынау дүниежүзілік баянистер және аккордеонистер қауымдастығы, соған қалай кірдің, сол туралы айтып берсең? Мен шынымды айтсам, қайсармын ғой деп айтады ғой, өзім сондай мінезім бар. Жасай бергім келеді, білем, қателер болады, білем, ұтылып қалу мүмкін білем. Сондықтан да бағана айтып жатырмын ғой, студент кезімде жаңа кредит алып байқауларға бара бердім, көріне бердім. Сондай, мен барсам тек қана үлкен күрделі конкурстарға ғана барып жүрдім. Анандай, қазір көп конкурстар андай кішігірім шетелде, бірақ ауылды жерлерде бар. 100 адам бара ма, 100 адам бірінші орын ала алады, мысалға. Иә, ол қағаз үшін керек нәрселер болып тұрады. Конкурс, фестивальдар. Иә. Ал мен тек қана сол күрделі конкурстарға баратын. Мейлі, соңғы орын алайын, бірақ дегенмен білім өседі. Тура солай оқушыларымды солай тасимын қазір. Апарсам, тек қана күрделі конкурстарға апарам. Өте жақсы стратегия, иә? Иә, тек қана күрделі. Иә, мейлі осы өмірде 3-ақ байқауға барсын, зато ол көреді әлемде қандай дәрежеге екен. Кейбір ата-аналар айтады, о, сонша ақша құрттық, орын бала аламады, анау мына деп жылайтындар бар. Айтамын, уақыт көрсетеді, уақыт жеткізеді деп мен кішкене
бар, сондай суықтығым бар, аямаймын, уайымдамаңыздар, бәрі дұрыс болады, бұның барлығы жайда жай емес деп. Сосын 5-6 жылдан кейін олар түсіне бастайды, сол кезде айтады, мә сіз айтып едіңіз ғой былай деп. Қалай сіз жас болып осылай айтып жатсыз? Ол мәселе ол табиғаттың берген мүмкін немінде Даналығы. бар шығар, мүмкін иә, мудрості бар шығар, енді әр адамда бар ғой, біреуде қатты дамыған, біреуде орташа, бірақ енді сол көп барғанның арқасында мен көріне бастадым жаңағы мұғалімдерге, қазылар алқасына, мүшелеріне де. Бір кезде 2019 жылы 3 оқушымды апардым, Ахмет Жұбанов атындағы оқушыларымды. Үшеуін дайындадым күні түні. Екеуі өздерінің ақшаларына барды, біреуіне мектеп жартылай ақша төледі, жартылай шынымды айтсам өзім төледім. Кредит алып. Кредит деп көп әңгіме болып кетті ғой. Бірақ мен аямадым, мен шын жүрегімнен алдым, өйткені ол баланың мысалы мамасы ғана бар деген сияқты ғой, енді жағдайлар жоқ. Жоғын ашайын деп па? Бірақ бала көрсін, ол балаға байланысты ертең бір көрсетсем болды, ашылып кетеді жол деп. Бельгия мемлекетіне, өзім оқыған жеріне, Бельгия мемлекетіне апардым. Үшеуі қатысты және өзім де қатыстым. Төртеуміз қатыстық енді Қазақстаннан. Олар өзінің жасында, мен өз жасында. Сол кезде мен 2-ші орын алдым. Оқушыларым үшеуі де лауреат болды. Біреуі 1-ші орын, біреуі 3-ші орын. Әртүрлі номинацияда. Рахмет. Сол кезде Кастельфидарда қаласында, Италия қаласында, кішігірім Кастельфидарда қаласы бар. Яғни өздерінің аккордеон қаласы болып саналады. Аккордеон қаласы болып саналады. Фабрикалар көп, баян жасайтын фабрикалар өте көп. 100 шақты. 100 шақты фабрика бар. Әр есікке кірсеңіз, барлығы үйлерінде баян жасап жатыр. Керемет. Күрделі нелер бар, өте танымал нелер бар, фабрикалар бар. Сол Кастельфидардо деген атты, ПИФ Кастельфидардо деген атты өте престижный конкурс бар. Сол жерде соның президенті Рензо Руджери деген итальяндық аккордеонист өзі маған айтты, сізді осы 2019 біз сәуір айында бардық, осы сентябрь айында бізде осы ПИФ Кастельфидардо конкурсы болады, байқауы болады. Ал бұл баян аспаптарының ішінде, яғни баяншылардың арасында бүкіл әлем біледі. Кастельфидардо вы ездили деп біреуден сұрап қалсаңыз, ой, это сложный конкурс, это престижный конкурс деп шығады. Или біреу мақтанып айтып тұрады, я там был, я выигрывал там. Сол кезде мен тұрдым да, мен жоқ, мен ол конкурсқа мен барғым келеді, соған дайындалып жүр едім деген кезде айтады, сіз болды ғой, сіз маэстросыз, қараңыз, сіз қанша лауреат жасадыңыз, қараңыз, өзіңіз ойнап жүрсіз деген кезде студентім мына жерде оқушым айтады, ағай, сіз жюриге бара берсеңізші, отказ бермей қойсаңызшы, ал біз барамыз дейді да. Оның ойы андай ғой, мен жюриде отырамын да, мен оған көмектесемін. Ал ол жақта ереже мүлдем басқа. Ол мен оқушым қатысып жатқан жерде менің оған ешқандай баға қоя алмаймын. Немесе мен отыра алмаймын ол номинациясына. Мені басқа номинацияға отырғызады. Сондайлар, сондай ережелер жақсы. Андай, ондай, мынандай дөңгелек столда болмайды. Қалай болды, не дейсіз деген ондай жоқ. Бірден бағамыз қоямыз, алып кетеді. Вот сол кезде мен немді бердім. Давай, жарайды, барайын, келісімді бердім. Бардым, отырдым, дәл қасымда бүкіл әлем байқаудың президенті отырды. Енді өздері сөйтіп отырғызды ғой. Ол білет, мына байқауға көп осы нелер, жаңағы жюрилер келген адамдар, енді ол жай адамдар емес болып саналады енді. Яғни біздің өзіміздің саламызда элитаға кіретін адамдар, профессорлер, өзінің дәрежесіне жеткен, аяққа тұрған, жақсы шәкірттер дайындап жүрген кісілерді. Енді мына жер жас болып тұрмын да, олар таңғалып қалған шығар енді. Бірақ зерттеп кепті. Ол өзі айтады, мен енді сізді көрдім, сізді зерттедім, YouTube каналынан, Instagramнан. Сосын мында шақырғаннан кейін енді мен біліп тұрмын, сіз қандай дәрежеде. Сондықтан да қазір 3 айдан кейін, қараша айында, ай жағында бүкіл әлем, кубок әлем байқауы болады. Мандиаль ма? Иә, кубок мандиаль. CMA. Куб мандиаль аккордеон. Екінші кубок бар. Куб International. Дұрыс, иә, аккордеон. Мен сол CMA-де қауымдастығына кіремін. Сол кезде тұрды да, 3 айдан кейін келе аласыз ба деп. Әрине, мен үшін ол үлкен мәртебе, үлкен рахмет шақырып тұрғаныңызға деп анда. Сол кезде ағылшын тілін кішкене былай
біліп түсініп келе содан бастап кішкене оқу да бастадық. Содан кейін сөйтіп басталды менің өмірім жюрилік. Міндетті түрде жылына 5-6 рет олар шақырып тұрады. Шақырып тұрған кезде одан бөлек қосымша андай халықаралық конкурстар бар, енді жаңағы кубок әлем сияқты емес, әлем кубок сияқты емес, бірақ халықаралық дәрежеде болады. Сондай дәрежеде олар шақырып тұрады. Қазақстаннан бізде осындай кісілер отыр, Америкадан осындай кісілер отыр деп, оларға да рейтингтерін көтереді ғой. Жаңағы спонсорларға айтады, бізде осындай кісілер болады. Ертеңде бұйырса, менің кішігірім арманым бағанағы айтқандай, осы Қазақстанда бүкіл әлемдік жаңағы байқау жасағым келеді. Өте сол күрделі армандардың бірі болып саналады. Өйткені көптеген жаңағы аккордеоншыларды, баяншыларды шақырғым келеді, көрсеткім келеді. Осы Алматы қаласының, Астана қаласында көрсеткім келеді. Осында да, Астана қаласында да өткізгім келеді. Біздің табиғатымызды көрсеткім келеді, мәдениетімізді, дәстүрімізді көрсін, жұрт білу керек. Олар екі естіп те қалады да, естиді, Қазақстан күшті, керемет. Ал мен ешқашан көрмеппін деген сияқты, ол сезім жоқ. Мысалы андай ғой, мысалы сен пианисткасың да, мен білем сен керемет пианистка, бірақ мен сен естімедім, бірақ мен сен білем. Ал естігеннен кейін, көзің жеткеннен кейін, ол мүлдем басқаша. Мен ол нақты оригинал уважение болады ғой, мысалы. Солай сияқты Қазақстанды көрсеткім келеді. Вообще музыканттарда да, спортсмендерде ең бірінші мақсаты олар қалай деп ойлайсың? Өзіңді көрсету ма, әлде өзінің мемлекетін көрсету ма? Қалай деп ойлайсың? Ең бірінші сол кезде 2019 жыл жаңағы жюрилікке мені шақырған кезде, енді мен өзім жаңағы керемет жақсы көретін киім, костюмдерімді, галстуктарымды киіп барған, сосын өзім тұрыс жүрісімді, сөйлеу сөзімді қатты ұстап жүрдім. Сол кезде маған біреу комплимент ретінде айтты: сіздерде қазақстандықтар барлығы осындай ма, сіз сияқты ма? Мысалы, тәрбиелі, әдемі жүру, әдемі киіну, сіздің тамақ ішкеніңіз, өзіңіздің жүрген сөзіңіз, жүрген жүріңіз, айтқан сөзіңіздің барлығы Қазақстан. Мен айтам, иә, қазақтардың барлығы, яғни Қазақстанда тұратын халық барлығы осындай. Біреу ерте дамиды, біреу орташа дамиды, біреу енді дамып келе жатыр, бірақ барлығы осындай деп мысалы айттым. Мен мысалы жаңағы сен айтқандай спонсорлық жағынан айтатын болсам, осы қараша айында 24-ші жылы осы CMA Кубок әлемінде болатын жаңағы аккордеонисттер, баянистер байқауына мен оқушымды апардым. Ол чемпион мира болды. Кубок әлемінің лауреаты болды. Рахмет. Тарлабек Насыр, жасы 10 жаста, өзінің жасында ол бүкіл әлем бойынша чемпион болды. Соны айтамда, мысалға, өз қаражатына барып келді. Әкесі ар жақтан іздеді, кредит алды, мен алдырдым әкесіне. Әкесі де барды, әкесіне көрсеттім. Оның алдында Ресей кубогына да барып келдік. Ол жерде 2-ші орын алды. Ал мына жерде ол 1-ші орын алды. Бүкіл әлем бойынша 1-ші болды 10 жасында, өз жасында. Соны айтайын дегенім, қазір мысалы сәуір айында өтетін Бельгия мемлекетінде халықаралық байқау өтейін деп жатыр. Соған мен 4 оқушымды дайындап жатырмын. 1-ші класс, 2-і 4-ші класс, 2 4-ші класс, 1-і 8-ші класс. 4-еуі де өз қаражаттарына бар жатыр, мысалға. Өзі қаражатына. Біреу ата-ана звондайды: осыншама 200 евромыз дайындап қойдық, жинап жатырық, бүйтіп жатырық. Біреу 500 евро жинап қойдық, ол жетті. Мен айтам, тағы да жинаңыздар, тұрамыз, билетіміз бар, визамыз бар деп. Өйткені өте оңай емес, сондықтан да мен кішігірім негізі сол спонсорларды іздеп жүрмін. Мүмкін күрделі бір спонсорларға қиын емес шығар деп ойлаймын. Билетті ең болмаса билеттеріне төлеп берсе, өйткені ең қиын, ең қымбат нәрсе сол билет. Ғалымжан өзінің армандарына жете бер, бағана айтып жатырсыз. Байқау ұйымдастырғым келеді деп Қазақстанда байқау ұйымдастырып, Қазақстанда баяндарды, аспапты жасайтын бір мастерской ашып, Орындала берсін деп саған тек тілектеспіз. Біз сенің жанкүйеріміз, шын жүректен. Келгеніңізге рахмет. Шақырғандарыңа рахмет. Өте қуаныштымын.